Діни радикализм қоғам үшін күрделі әрі өзекті мәселе. Ол адамның діни сенімдерін бұрмалап, қоғамның тұрақтылығына қауіп төндіруі мүмкін. Қоғамда осындай радикализмнің алдын алу үшін қажетті шектеулер мен шаралар маңызды рөл атқарады. Діни агрессияға ұшыраған адам қандай болмақ немесе қарсы не жасамақ? Бұл тақырыпты тереңірек ашу үшін теолог Асқар Сабдиннің пікірін назарларыңызға ұсынамыз. Радикалды сана бұл тұлғаның өзіне, тұлғаның психикалық жағдайына, тұлғаның денсаулығына, тұлғаның дамып өсуіне, тұлғаның отбасына, қоғамға, халыққа және мемлекетке зияны өте үлкен. Себебі радикалды ағымға кіріп кеткен. Санасы радикалданған адам, ол біріншіден көптеген ақпараттық каналдардан өз-өзін шектейді. Әртүрлі ақпарат қабылдай алмайды. Тек қана сол ағымның берген бір канал ақпарат арқылы ақпарат алып отырады. Санасы, көзқарасы, ой-өрісі мейлінше тарылады. Дүниеге деген көзқарасы өте тар болады. Сол үшін бұл тұлғаның психикасына, себебі адам әлеуметтік жаратылыс. Халықпен, адамдармен, отбасымен араласу керек. Бұл жерде радикалды сана адамның бірінші ой-өрісін, екінші іс-әрекетін, үшінші адамдармен деген мәмілесін тарылтып жібереді, не істеп жібереді, минимумға түсіреді. Бұл тұлғаның денсаулығына және психикасына зиян. Екіншіден бұл сол радикалданған адамның отбасына да зиян. Үшінші қоғамға. Себебі қоғам жалпы тұрақтылық болған жерде, бейбітшілік болған жерде қоғам дамиды. Ал бағанағы діни радикализмге қатысты экстремизм, терроризм көріністері болса, ол жерде қоғамда адамдардың қауіпсіздікке деген қажеттіліктері жоғарылай бастайды. Адамдарда қалай айтайын, бір күмән, қайғы секілді осындай бір жақсы емес сезімдер пайда болады.